Өрт сөндіруші мамандығы ең құрметті, қажетті және маңызды мамандықтардың бірі. Олардың кәсібі адамдарды қорғау және құтқару. Бұл мамандыққа басқа адамдардың қайғысы, қасіреті мен қайғысына бей-жай қарамайтын мейірімді және күшті жүрегі бар адамдар келеді. Оларды адамдарға кез келген жағдайда күндіз-түні көмектеседі. Олар тыныштықты білмейді. Бала кезімнен өрт сөндіруші қызметіне жұмыс істеу армандаймын. Бұл мамандық ең батыр және ең батыл. Өрт сөндіруші құтқарушылар өте төзімді және өте батыл. Олар физикалық тұрғыдан дайын болуы тиіс. Құтқарушылар қиын жағдайларда үйлесімді және жылдам жұмыс істейді. Олар адамдар үйлердің қирандыларынан, өзендерден және өрттен құтқарады. Құтқарушылар мамандығы әскери немесе милиционер кем емес. Кейбіреуі тірі кезінен өртемен, ал басқалары қайтыс болған кейін марапатталады. Құтқарушы техниканы жақсы білуі керек. Математика, физика, химия, гидравлика, сәулет туралы білімі болуы керек. Сонымен қатар жауынгерлік машинада 2000 литр су бар екенін білуі керек. Оның 7 өрт жеңіл және баспалдақтардың 3 түрі бар. Алайда ең қиыны күн сайын және түнде дайындық жағдайына кіру. Осы себепті мен мектепті бітіргеннен кейін өрт сөндіруші оқуына түсемін. Мен қазіргіден бастап өзіне нағыз өрт сөндіруші болуға көмектесетін қасиеттерді тәрбиелеп жатырмын. Менің ата-анам болашақ мамандықты таңдағанымды мақұлдайды, бірақ аздап алаңдайды. Маған ата-анам, достарым және мұғалімдерім сенеді. Бұл маған күш береді. Болашақта мен көптеген адамдарды өрттен құтқарамын және өз қаламның нағыз батыры боламын. Осы мамандықты таңдап, мен біреудің өмірін құтқара аламын. Өйткені өмір адамның ең маңызды байлығы. Ал енді ең бастысы өзіме сену және арманыма қол жеткізу.